Сәлеметсіздер ме, құрметті шәкірттеріміз? Сіздерге мамандыққа кіріспе пәнінен лекциялар ұсынамыз. Бірінші тақырыбымыз педагогикалық іс-әрекет, мұғалім мамандығына жалпы сипаттама. Жоспары: бірінші, педагогикалық іс-әрекеттің мәні, шығуы. Екінші, кәсіби емес педагогикалық іс-әрекет. Үшінші, педагогикалық іс-әрекет кәсіп. Төртінші, педагогикалық іс-әрекеттің құндылығы. Бесінші, педагог мамандық қызметі мен әлеуметтік міндеті. Алтыншы, педагогикалық қызметтің құрылымы мен оның ерекшелігі. Педагогикалық іс-әрекет кәсіби іс-әрекет. Оның мазмұны оқушыларды оқыту, тәрбиелеу, білім беру, дамыту. Педагогикалық іс-әрекеттің ең маңызды қасиеттерінің бірі бұл іс-әрекетке педагогтың өзін-өзі шыңдауы мен оқытуды өзгертуге бағытталған білімділігі, тәртіптілігі дамытуы. Кәсіби іс-әрекет арнайы білімді талап етеді. Яғни сол кәсіпке байланысты қызмет атқаруға қажетті арнайы білім, білік, дағдылар жүйесін меңгеру. Кәсіп, мамандық, арнайы дайындықты қажетсінетін еңбек іс-әрекеті. Сондықтан педагогикалық іс-әрекет әрі кәсіби емес болып бөлінеді. Ата-ана баланың алғашқы мұғалім болып табылады. Мұны халық даналарының пікірімен растауға болады. Платон бұлай деген: тәрбиелеу мен үйрету дүниеге келген алғашқы жылдардан бастап өлгенше созылады. Жан-Жак Руссо бұлай деп кеткен: адамдарды тәрбиелеу туғаннан басталады, сөйлеуден бұрын, естуден бұрын оқуды бастайды. Кәсіби педагогикалық іс-әрекеттің негізгі белгілері мыналар. Бірінші, онымен міндетті білім, дағдыны меңгерген арнайы адам шұғылданады. Екінші, оны жүзеге асыру үшін белгілі формалары болады: ашық, сынып деген сияқты. Үшінші, бұл іс-әрекет белгілі мақсатты көздейді. Баланы белгілі нәрсеге үйрету, белгілі бір білімдер жүйесін беру, белгілі бір білік, дағды қалыптастыру, біліп алуға кеткен ақаулардың орнын толтыру, адам етіп шығару, қабілеттерін, қызығушылықтарын ойлау, елестету, тағы басқаларын қабілеттерін дамыту. Төртінші, оқыту, білім беру, тәрбиелеудің мазмұнын анықтау. Бесінші, баланың педагогпен ерекше қарым-қатынасы. Алтыншы, педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін тексеру, яғни мұғалім үйреткен білім мен біліктердің қорытындысы. Келесі, нағыз педагог регламенттік іс-әрекетпен ғана шектелмейді. Ол өзінің оқушыға әсер етуде барлық мүмкіншілігін пайдаланады. Дәстүрлі емес әңгімелер, сабақтар, сенімді әңгімелесу, баланы ойландырып жүрген мәселелер талқылау, кеңес беру, көмектесу сияқты оқытудың дәстүрлі емес түрлерінде қолданады. Келесі тақырыбымыз педагогика мамандығының құрылымы. Жоспары: бірінші, білім беру мекемелерінің пайда болу тарихы. Екінші, Қазақстандағы алғашқы мектептердің ашылу тарихы. Үшінші, мамандық және кәсіп ұғымдары. Төртінші, кәсіпті жіктеу. Бесінші, жеке тұлға сапаларының құрылымы. Педагогтың кәсіби компоненттілігі. Яғни айтқанда, қазіргі қоғамда еңбектің көптеген түрлері бар. Оның әрқайсысын адамның талаптар жүйесін қанағаттандыратыны іс-әрекеттерін кәсіп деп атауға болады. Мұғалім педагог кәсібі қазіргі замандағы ең белгілі кәсіп. Алғашқы мектептер құл иеленушілік қоғамда ежелгі шығыс елдерінде, Ассирия, Египет, Вавилонда пайда болған. Мысалға, өзендерге көпір салу, қалалар салу, тағы да басқаларын жасау, арифметика, геометрия, астрономия, медицина тағы басқа ғылымдардың дамуына әсерін тигізді. Ежелгі Греция арқылы жекеменшік грамматистер мен кефаристер дайындайтын мектептер пайда болған. Грамматистер мен кефаристер мектептер мұғалімдері дидактикалдардың грек сөзі дидаско, оқытамын, атқаратын міндеті.
Біздің эрамызға дейінгі 2 ғасырдың 1 жартысында Римде грамматикалық мектептер пайда болды. Осы мектепті мұғалімдерін грамматиктер немесе әдебиетшілер, литераторлар деп атаған. Бұл терең білімді адамдар болған. 16 ғасырда бағындырушы таптың балаларына арналған жабық интернаттар, иезуиттер мектебі немесе коллегиумдер пайда болды. Мектептердің мақсаты католик шіркеуінің ықпалын күшейту еді. Мұнда жаңа құрылымда күшейтілген дене жаттықтыру, оқытудың көрнекілігі, сырттай жұмсақ тәртіп пайда болды. Жалпы білім беруге көңіл бөліне бастады. 18-19 ғасырларда мұғалім мамандығының жалпы сипаттамасы пайда болды. Гувернерство кең етек алды. Англияда джентльмендерді тәрбиелеу жүйесі жүргізілді. Оның авторы Джон Лок болатын. 1979 жылы Мәскеу университетінде педагогикалық оқу орны ретінде мұғалімдер семинариясы ашылды. 1803 жылы Петерборда қалалық училищелерде мұғалімдер даярлайтын мұғалімдер гимназиясы ашылған. 1804 жылы бұл педагогикалық институтқа айналған. 19 ғасырларда Ресейде орта сыныптарда сабақ жүргізілетін алғашқы мұғалімдер институты құрылды. Қазан төңкерісіне дейін Қазақстанда білім беру жүйесінің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз еткен бірден-бір оқу орны болып саналатын медреселердің дамуы еді. Медреселердегі оқушы сатыға төменгі, орта және жоғары сатыларға бөліп, оқу мерзімі 9-12 жылға созылған. 19 ғасырдың соңына қарай шығыста мұсылман елдерінде рухани қайта жаңғыру медреселердегі білім мазмұнының жаңа бағытта дамуына жол ашты. Бұл мұсылмандық оқу жүйесін жетілдірді, қолға алған жәдеттік қозғалыс болатын. Қазақ жеріндегі тұңғыш мектептердің ашыла бастауы Қазақстанның Россияға өз еркімен қосылу кезеңінен басталады. 18 ғасырда орыс дворяндарының рөлінің артуына қарай патша өкіметі сол таптың мүддесін сай діннен тыс білімге тарату бағытында шаралар жүргізді. 1831 жылы ұйымдастырылған әскери кадет корпусы жабық түрдегі сословиялық дворяндық оқу орны бастамасы болды. Бұл ұйымдастырылған кадет корпустары өз замандағы дворян мәдениетінің орталығы бола тұра Ресейдің ұлт аймақтарында, соның ішінде Қазақстанда орыс бөлімінің таралуына ықпалын тигізді. Мектеп қазіргі кезде жеке тұлғаның, келешек ұрпақтың рухани жаңарып, жандануының қайнар көзі. Қазақтың кемел ақыны Мағжан Жұмабаев мектеп жайында кезінде былай деген: Қазақтың тағдыры келешекте ел болуда мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, сау, берік һәм өз жанымызға қабысатын, үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге болады. Сондай негізге құралмасақ, Мұхтар Әуезов ұлт пен ұлтты, ел мен елді теңестіретін бір-ақ нәрсе білім деген. Яғни айтқанда, бұл сөз жалғыз Мұхтардың ғана емес, біздің ойшыл азаматтарымыздың, данышпандарымыздың мектеп жайында айтқан ұлағатты ұлы пікірлері болатын. Қазір қазақ мектептерінде ұлттық салт-дәстүр, тәлім-тәрбиені, оқу-тәрбие үрдісінде пайдалану мәселелеріне назар аударыла бастады. Оқыту білім берудің отандық және шетелдік озық технологияларын игеру мүмкіндіктері қарастырылуда. Маманның кәсіби құзыреттілік мәселесі күрделі көп қырлы. Бұл ғылыми педагогикада, психологияда, әлеуметтануда, кәсіби білім берудің теориясы мен әдістерінде, гуманитарлық ғылымда әрқырынан қарастырылып жүр. Мәселе кешенді түрде зерттелуде. Әдеби теориялық еңбектерді талдау барысында кәсіби құзыреттілік термині көне заманнан бері қолданылып, әр кезде оның мазмұны толықтырылып отыр. Жоғары білімді маманның кәсіби құзыреттілігі сол маманның жеке тұлға ретіндегі қасиеттерінің
және ішкі психикалық жағдайларының күрделі жүйесі. Оның кәсіби қызметі мен қабілетін іске асыру дайындығына, былайша айтқанда іскерлігі мен мүмкіндігіне сай жұмыс істеу қажеттілігіне келіп шығады. Әрбір қызметкер өз орнында құзыреттілігінің межесін ғана емес, дәрежесінде білуі тиіс. Атап айтар болсақ, арнайы құзыреттілік өзінің кәсіби іс-әрекетін жеткілікті дәрежеде меңгеру қажет. Әлеуметтік құзыреттілік бірлесе кәсіби іс-әрекетті атқаруды, ынтымақтасуды, кәсіпке қарасты қатысымды меңгеру, өзінің кәсіби еңбегінің нәтижелері үшін әлеуметтік жауапкершілік. Жеке тұлға құзыреттілігі өзін көрсете білу мен қалыптастыру амалдарын, жеке тұлғасын кәсіби қарыстыру құрамдарын игеру. Дара құзыреттілік өзінің қабілеттілігін асыру және кәсіп аясында өз даралығын қалыптастыруға қабілеттілік, кәсіби тұрғыдан қарапайымға бой бермеу. Жалпы алғанда, жетекшілік кәсіби әдістемелік бірлестігі негізінен теориялық және практикалық мәселелермен айналысады. Бірлестік мәслихатында тәрбие процесін басқару және оны кешенді жүргізу, жеке адамды ұжымда тәрбиелеу, тәрбие процесін балалардың шығармашылығын дамыту, тағы басқа мәселелерді талқылайды. Жеке тұлға құзыреттілігі өзінің еңбегін жоспарлауға, реттеуге барынша еркін, құқықты болуы шарт. Кәсіп адамның дене және рухани күшін шектелуі ғана саласы, еңбек іс-әрекетінің белгілі бір түрі. Мамандық дегеніміз берілген кәсіптің түрі. Мысалы, кәсіп мұғалім, мамандық физика пәнінің мұғалімі. Қазір ғылыми түрде мұғалім мен және педагог деген екі ұғым бар. Соңғы кезде педагог кеңірек ұғым деп жүр. Профессорграмма мұғалімнің, оқытушының, сынып жетекшісінің педагогтың идеалды үлгісі, эталоны, моделі. Жіктеу. Мұғалімнің атқаратын қызметін былай жіктеуге болады. Ақпарат беру. Дамытушылық, яғни ойлауы, елестеуі, тілді дамытуы. Мобильдік, істің тапсырманың, жаттығының орындалуын қадағалау. Қалыптастырушылық, сабақты, сыныптан тыс әрекетті, түрлі деңгейдегі тапсырмалар мен өз бетімен жұмыс атқарту. Коммуникативті, яғни ата-аналармен, басқа мұғалімдермен, әкімшілікпен, психологтармен, шәкірттермен, тағы да басқалармен қарым-қатынасы. Ұйымдастырушылық, оқушыларды, басқа мұғалімдерді, ата-аналарды, өзін сабақты, сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыра алу. Зерттеушілік, жеке тұлға ретінде зерттеу. Сынып жетекшісіне келетін болса, оның атқаратын қызметтері мыналар. Ұйымдастырушылық, яғни сынып сағаттарын, сауалнамалар, экскурсиялар, тағы басқаларын ұйымдастыру. Тәрбиелілік, оқушылардың қабілеттерін кез келген әдіспен тәрбиелеу, қалыптастыру, дамыту. Ынталандыру, балалардың іс-әрекетін түрлі тәсілдерді қолдана отырып ынталандыру. Құжаттармен жұмыс. Яғни айтқанда, осы қызметтің барлығын мұғалім шеберлікпен, заман талабына сай, жаңа технологиялар, әдіс-тәсілдерді қолдана отырып атқара алуы тиіс. Тыңдағандарыңызға рахмет.